Тақырып расхолаживание 2Т-25 км тепловозының суын ағызу. Слив охлаждающей жидкости из системы. Так, бірнеше пункттер бар. Соның біріншісі: снимите заглушки соединительных головок заправочных труб. Яғни, екі заправочный кран бар бұда. 55 номерлі және 56 номерлі. Сол полдың астынан сыртқа шығып атады трубасы. Соның басында лягушкасы бар. Сол заглушкасы егер жабық тұрса, сол заглушкасын алып тастау керек. Схемасында 55 кран, мынау лягушкасы, 56 кран, мынау лягушкасы. Қазір тепловоздан соны көрсетіп жіберерім. Мынау 55 кранның лягушкасы. Мынадан су заправкаланады және төгіледі машинист жағында. Мынау заглушкасы шешулі. Егер жабық тұрған болса заглушкасы, соны алып тастаймыз. Слив воды кезінде, су төгетін кезде. Мынау машинист жағы. Мынау помощник жағы. Мына біреуі 56 кран, біреуі 66 кран. 56 кран бұл да заправка воды және слив воды. 66 заправка воды умывальникке. Умывальниктің бачогіне қол жууға локомотивный бригада су құятын. Мынау дизельдің суын ағызып немесе заправкілеу осыдан болады. Жаңағы 55 кран және 56 краннан. Мынау 56 кран помощник жағы. Заглушкасы алынып тұр. Заглушкасы жабық тұрған болса аламыз слив воды кезінде. Екінші пункт. Открыть краны номер 51, 52, 53, 54, короче, 69-ға дейін. Осы крандардың барлығын ашып қою керек. 51-ден бастап 69-ға дейін дейді. Даже 70-ді де ашып қоямыз, бәрін бір-бірлеп схемадан және тепловоздан көрсетіп шығуға тырысамын. 51-ші краннан бастайық. 51-ші кран дегеніміз мына жерде тұр. Бұл мынау жаңағы умывальник, локомотивный бригада қолын жуатын умывальник. Мына труба осының ішімен өтеді. Осының ішімен өтуден мақсаты мына умывальниктің ішіндегі суды жылыту. Сосын шығып дальше кетеді. Мына 51-ші кранды ашамыз. Егер бұны ашпасақ, мына үстіндегі мына жер су ақпайды да қатып қалады. Сол себебі ашамыз. Одан кейін 52-ші кран. 52-ші кран мынау және 53-ші кран. Екеуі де водомасляной теплообменниктің суын ағызу үшін керек. 52 машинист жағында, 53 помощник жағында. Ал енді осыларды тепловоздан көрсетейік. Міне мынау. Осы 51-ші кран. Bir кісі түсіп қалған. Умывальниктің трубасынан шығады, жоғары көтеріледі. Осы 51-ші номерлі кран. Одан кейін 52-ші кран және 53-ші кран. Олар айттық, водомасляной теплообменниктен суын сыртқа ағызып жіберетін крандары. Міне мынау помощник жағы, мынау компрессор. Машинист жағы деген, машинист жағы мынау компрессор. Мынау водомасляной теплообменник. Міне мына жерде 52-ші номерлі краны тұр. Суын ағызып. Бұсын теплообменниктің суын сыртқа ағызып жібереді. Енді бұл екінші помощник жағындағысы. Міне осы арада, мынау адсорбер, міне осы полдың астында, мынау 53-ші кран. Мынау біздің теплообменнигіміз. Так, енді 54, 55, 56, 57-ші крандарды айтып шайық. 54-ші кран схема бойынша мына жерде тұр. Бұны табу оңай. Екі водяной насостың ортасында тұрады. Бұлар горячий контур және холодный контур деп бөлінеді. Мына қызыл ол горячий контур. Машинист жағындағы мына водяной насос горячий контурдың водяной насосы.
помощник жағында холодный контур. Сол екі насостың ортасында тұр осы 54-ші кран. Одан кейін 55-ші кран. 55-ші кран міне компрессордың қасында тұрады, как көрсетіп жіберем. Бұл жаңағы заправочный, яғни осы краннан дизельге су құятын болсақ, осы жерге лягушкасіне жалғап құямыз. Я болмаса 56, екеуінен біреуінен құюға болады. 56-ші кран бұл бачоктың қасында, пол жағында. Сосын 57-ші кран, 57-ші кран мына жерде как бы жоғарыда тұрған сияқты болып көрініп тұр, бірақ олай емес. Бұл кран объединение контуров, жаңа холодный мен горячийден контурдың екеуін бір-біріне жалғай қосатын кран, 57-ші кран. Бұл да негізі 54-ші кран, мына жерде 54-ші кранның қасында тұр, схемада мына жерде тұрғанымен. Тепловоздан қарайық соларды. 54-ші кран табу үшін мына сол жағында бачок умывальник, оң жағында компрессор, екі насостың ортасында осы 54-ші кран. Енді 55-ші кран, мына компрессор мен теплообменник, теплонагревательдің астыңғы жағында, міне осы арада мынау 55-ші кран. Бұл заправочный кран, бұның трубасы сыртқа шығып жатыр, содан ағады далаға. 55-ші кран заправочный, горячего контура. 56-ші кран, мына умывальниктің астыңғы жағында, міне біреу крышканы ашамыз. Осының астында мынау 56-ші кран. Бұл да заправочный кран. Бұның да трубасы сыртта жатыр. Бұны да ашып қоямыз, сыртқа ағады трубасы, суы. Одан кейін 57-ші кран. 57-ші кран мына 54-ші кранның астында. Осы арада. 58-ші кран. 58-ші кран. Ол да объединение контуров. Бачоктың қасында, полдың астында жатыр. Оның қасында 59-ші кран екеуі бір жерде жатыр. 59-ші кран, дренажный кран ол. 60-ші кран. 60-ші кран межсекционный есіктің қасында. Бұл мақсат шахталардың ішіндегі суларын ағызып тастау үшін керек. 61-ші кран. 61-ші кран. Мынау жаңа расширительный бачоктан насосқа барады. Біреу горячий контур, біреуі холодный контурға. Сол баратқан трубада обратный клапанды айналып өтетін кран. Мынау да солай. Біреу холодный, біреу горячий контур. Бірақ мен мынаны біздегі Ақтөбе облысында жүрген КМ тепловоздарынан көрмедім, таба алмадым. 62 мен 62 прямой жатыр біздегі. Мүмкін мынау старый версия болып, бізде жүрген новый версия тепловоздар болғасын, может бөлек шығар. Енді бұны бір Аллах біледі. Білетіндер болсан, айтшы берсеңдер, рахмет. 60-ші кран бұл вестовой дейді. Бұл да умывальниктің бачогының қасында тұр. 64-ші кран. 64-ші кран топливо подогревательдің келеді. Бұның мақсаты солярканы, топливоны жылыту. Мынау міне суреті топливоны жылытатын құрылғы. Мына бір су, ыссы су. Мынау қызылмен тұрған топливо. Сол екеуі бірге жақын тұрғандықтан топливоны осымен жылайды. 64 пен 65-ші кран сол қыста ашық қояды, бастан қыста ашық тұрады бұл негізі. Осы топливоны жылыту мақсатында тұрған біреу үстінде, біреу астында. 64-ші, 65-ші крандар. 58-ші кран. Объединение контуров. Умывальниктің қасында полда. Крышканы ашсақ, осының ішінде жатыр. 58-ші кран. Ашық тұр. Ашық қою керек. 59-ші кран. Дренажный кран дейді. Ол да сол 58-ші кранның қасында, умывальниктің қасында. Одан кейін 60-ші кран. Ол межсекционның жағында, компрессор тарафында. 60-ші кран. Бұның мақсаты шахтадағы суларды ағызып жіберу. Жабық тұр, соны ашып қоямыз. Одан кейін 61-ші кран. Енді 61 мен 62-ні мана айтып өттім. Жаңа насостан расширительный бачокқа баратқан труба. Осы да схемасында обводной труба бар, сода тұр кран. Бірақ мына тепловозда жоқ бізде Ақтөбедегі. Мынау міне холодный контур тоже насосқа баратын расширительный. Клапанның жанынан обводной труба, сосын кранымен тұр. 61 мен 62-ші кранды
біздің тепловоздардан көрмедім мен. 63-ші кран, мына умывальниктің жанында вестовой кран дейді. Умывальниктің сол жағында ашық тұр, ашық болу керек. Одан кейін 64-ші кран, мына компрессор жағында топливо подогревательге келіп тұрған, үстіндегісі 64 және астындағысы 65-ші кран. Мына қасындағы қапшықпен орап қойған тряпкамен, бұл топливоның крандары. Сол топливомен судың ыссы суы қатар тұрып, содан топливо жылынады. Үсті 64, асты 65. Қыста ашық болады бұлар постоянно. Так, келесі пункт. Слейте охлаждающую жидкость из гидромагнитного фильтра. Для этого необходимо присоединить к штуцеру крана номер 67 шланг. Ладно, бұл схемада мынау гидромагнитный фильтр дегеніміз мынау компрессордың үстінде орналасқан. Бұның мақсаты накип, қақ, соларды жоқ қылу. Так, бұда 68 бен 69 кран тоже ашық тұру керек постоянно. Соны ашық тұрғанын қадағалаймыз. 67-ші кран, міне осыдан суын ағызамыз. Жаңа шлангыны осыған жалғайсын деп жатыр. Енді шлангы болмайатса шилик қойып, шиликке дағы жіберуге болады. Соны 67-ші кранды ашып жібереміз. Сосын мына жерде 70-ші кран бар. Кран біз негізі воздух шығаратын. Бұл негізі мынаған су алып атқан кезде гидромагнитный фильтрдің суын кранды ашып қойып воздухын шығарамыз. Бұны да ашып қойған жақсы, су ондай ақып кету үшін. Сонымен 67, 68, 69, үстіндегісі 70 болды. 66 айтылмай қалды, 66 ол бізге керек емес. Бұл умывальниктің суын ағыз жіберетін кран 66. Бізде енді итакта біздегі жүрген кайымдарда мен умывальниктен су көрген жоқпын. Енді осыны тепловоздан көрсетейік. Мынау гидромагнитный фильтр компрессорның үстіне орналасқан. Мынау жаңа гидромагнитный фильтрін ағыз жіберетін 67-ші кран. 68-ші кран, 69-ші кран, бұлар ашық тұр, басынан ашық тұр. Мынау 70-ші кран воздухын шығаратын кран. 67, осы 68, 69 басынан ашық болады. 67-ден шлангы жалғап ағыз жібереміз, немесе шилік қойып. Үстіндегісі 70-ші кран воздух шығаратын кран. Келесі пункт. После окончания слива особого количества охлаждающей жидкости выверните нижние сливные пробки на торцевых крышках водомасляных теплообменников. 2 на левом, 2 на правом. Так, соны қараймыз. Так, манағы водомасляной теплообменниктер біреуі помощник жағында, біреуі машинист жағында. Соның екі жағының астыңғы жағында болттары бар. Соны ағытып тастау керек. Біреуі мына басында, ең астындағысы. Соны ақтамыз, ана түбіндегі қалған сулар ақып кету үшін. Сосын мына басында да бар сондай. И дәл осындай помощник жағындағы теплообменникте де бар. Водомасляной теплообменникте. Біреуі мынақта, біреуі ана май қарайтын жерде. Осы екеуі. Келесі пункт. Открутите болты на поворотных соединениях сливных труб из улитых водяных насосов дизеля. Водяной насос екеу бар дедік. Горячий контур, холодный контур. На помощник жағы холодный контур. Сосын машинист жағындағы горячий контур. Соның болттарын, екі болттарын ақтамыз. Біреуі мынау. Біреуі мынау. Келесі пункт. Открутите на дифманометре сливную пробку. Дифманометр. Разрежение деген жазуы бар. Соның ішіндегі суын ағыз жібереміз қатып қалмас үшін. Келесі пункт. Отсоедините от блока дизеля 4 переливные трубки из водяных коллекторов дизеля. Так, бұл да екеуі бар. Помощник жағында, міне, шетінде, астында қызыл граниктің қасында. Міне, осының қасында. Осы трубаны ақту керек. Осы болды. Дәл сондай машинист жағында да бар.
машинист жағындағы екі осы болт. Мына қызыл краннан табамыз. Одан кейін откройте кран через водомерное стекло. Ана расширительный бачоктың қасындағы судың уровенін қарайтын краны. Соны ашып жібереміз. Одан кейін уже через вестовую трубу продуйте систему охлаждения тепловоза. Короче, продувка жасалады 1 сағат бойы. Вестовой трубадан дейді. Ол мына труба немесе ана уровень өлшейтін труба екен. Сосын толчками перемещайте тепловоз в течение 30 минут. 30 минут бойы шайқаймыз. Одан кейін қайттан 30 минут продувка. Екінші. Одан кейін с торцевых крышек водомасляных теплообменников демонтируйте верхние пробки выпуска воздуха. Бұл, короче, жаңағы водомасляной теплообменниктің каждыйында бір-бірден болт бар. Сол болтты ағытып, продувка жасау керек. Теплообменникте қалған суларды ағызып жіберу үшін. Міне осы үстіңгі болт, соны алып, соған шланга тығып, продувка жасалады. Машинист жағында, енді помощник жағында да сондай біреуі бар. Сосын болған болттарын жоғалтпай, несіне байлап